Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмді, тез әрі оңай жасалатын қуырдақты бірге жасайтын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құямыз. Яғни етімізді саламыз. Мендегі ет жылқының еті, тұздалған ет. Қызартып қуырып аламыз. Артынан пиязды салып, дәмдеуіштер саламыз. Жақсылап араластырып қуырып аламыз. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қоса кетуіңізді сұраймын. Осылайша етімізді қызартып қуырып алдық. Енді біз картопымызды салып, 1-2 айландырамыз. Сосын қазанымыздың крышкасын осылай жауып, газымызды төмендетіп 35 минутта пісіріп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кешкі асымыз дайын болды. Өте дәмі керемет, әдемі болып шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Қуырдақтың дайын болуы тез әрі оңай. Бетіне осылай көк шөптерімізді сеуіп қойдым. Міндетті түрде сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте дәмі керемет, әдемі болып шығады. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.